Күн яхшы болсын, аяулы ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында ауызлама халық яратушылығында мен сізге ертегі оқыма сүйемін. Аяулы радио тыңлаушылар, не десе біздің ноғай ертегілеріміз бек мәнәлі, шебер тілмен жазылғанлар. Ем сосы ертегі аталады өлі ем тірі бәтір деп. Сосы ертегіді біздің белгілі шайырымыз, юртшымыз Загир Юлбалдиев Тарумов районының Вышыталовка ауыл яшаушысы Маутәлі Манаповтан жазып алған. Мен ойлаймын, сізге де бек қызықлы болар бүгін оны естпеге. Бұрын заманда, бұрны ертық заманда, айуанлар, әдемлер бір тілде сөйлейтаған заманда бір ноғай ауылда бәтір жігіт яшаған болады. Бәтірдің тек бір қарт анасы болған болады. Ол бек сүйеді кедесінің келін әкелгенін. Бәтірдің болса көптен үйленмеге заманы келген. Ама ол өзі яратқан қызды әлі де көрген жоқ екен. Бір күн кеші ұйқылап ятқанда ол түс көреді. Түсінде сондайда ыспайы қыз көз алдына келеді. Қара шашлы, қара мойшақтай көзлерімен, ұзын кірпіклерімен, аппақ жұмсақ yüzімен. Ол анасына айтады: «Анам, сен мені еберсең, мен түсімде көрген бір сұлуды ізлеп шығар едім». Анасы разы болып оны жолға салады. Жолда атланып бара ятып, өліктің қасына еткенде, ол өз көзлеріне өзі ынанып болмастай зат көреді. Бір әдемлер қамырдан бір өлген әдемді шығарып, шыбыртқымен төбелей атырлар. Қардашлар, сіз не етесіз? Өліктен шығарып төбелегенде бұл кәріп әдем сізге не еткен? Деп қиналып сұрайды бәтір. Бұл бір яс жігіт еді. Бізден тірі заманда көп ақша алғайнан еді. Сол ақшады ол бізге қайтарып бермеген. Соның үшін ашуымызды сөйтіп сама алайық деп, оны төбелеп отырмыз деп жауаплайдылар. Ол сізге не шақлы борышлы? Мен берейім, тек қайтарып көміңіз оны, деп тілейді. Төбеле айтқан әдемлер бек сүйініп оның айтқанын етеділер. Ақшады бәтірден алып, жолларына түседілер. Біраз заман кеткен соң, бәтір артынан бір сес естеді. «Тірі бәтір, тоқташы!» Тоқтап, артына бұрылып қараса, ап-ақ ат мінген, үстінде аппақ киім болған бір жігіт атының тұяқларын тоқылдатып янасады. «Ассаламу алейкум алал жігіт, мен танимын сені, ем еткен жақшылығыңа бек разыман. Мен өлі бәтір, әсем болсаң тірі бәтір. Ясылай өліп кеттім, бір борышымды бермеге үлгірмедім. Әсем болсаң, мені қамыр қиналуынан құтқардың, сау бол. Сен яшау жолында көп яшықлар етпеге керексің халыққа. Соны үшін мен сенің яныңа Алла Тағаладан тілеп, біраз заманға көмекке келгенмін». Өлі бәтір мен тірі бәтір айырылмас дос жолдас болып бірге жүріп, бірге жолға шығып барадылар. Жүре олар бір патшалықтың шетінде яшайтаған бір құртқадың үйіне келіп тоқтайдылар. Онымен отырып хабарласадылар, патшалықтың яшау әлін сорайдылар. «Бір аяқ су берші бізге, анай, жолдан тамағымыз құрыды», деп тілейділер. «Жоқ, жігітлерім, мен сізге суды беріп болмаймын», деп жауаплайды құртқа. «Бұл не аламат болған? Әдем, егін тегін Алла берген суды қызғана ма?» деп тамаша етеді жігітлер. Сонда құртқа жауаплайды: «Сіздей қуатлы жігітлерден суды қалай қызғанар едім, егер ол бізде еркін болған болса. Біргенекей бір көл бар. Ол да 3 баслы йыланның қолында. Онан да тегінлікпен суды алу қиын. Әр ай сайын су алу үшін бір қызды оға сойып құрмалыққа бермeye керек. Төгеректе қызларымыз аз қалдылар. Әдемдер де сусыз қырылмаға тұрылар», деп
қартлықтан түсін еған көзлерінен көз ясларын ақтарып, жауаплайды анай. Неше егетлер сол үшін баслы йыланды өлтіреміз деп, өзлері су астына кеткенлер. Азраил йыланға жемтік болған екенлер. Өлі бәтір мен тірі бәтір патшалықтың ханына барып, сол 3 баслы йыланды біз жеңіп, халыққа еркін су әкелмеге сүйеміз, дейділер. Хан оларға былай айтады: сіздей неше бәтірлер сүйдіп келгенлер? Әші, біз сол бәле келтіріп тұрған йыланды өлтірсек, не бересің бізге? Деп сұрайды жігітлер. Сізге не керек? Соны берермен. Алтын, күміс, жылқы, түйе, деп хабарлап тұрғанда, есік ашылып, байдың қызы кіреді бөлмеге. Тірі бәтір аузын ашып қалады. Ол оның түсіне енген ярасы қызы болады. Патшаға айтады: маға байлық керек тұл, маға сенің қызың керек. Патша сонда оқ разы болады. Егітлер де тамаша етеділер. Неге сөйтіп тез жауап берді екен деп сөйлеседілер. Сөйтіп екі бәтір баяғы құртқадың үйіне келіп болған хабарды айтадылар. Құртқа айтады: ол қызша бірнеше кере күйеуге барып шыққан. Ол барған жігітлер бір кешеден артық яшамайдылар. Сізден алдын неше байлар, бәтірлер өлгенлер, оны аламын деп. Өлі бәтір тірі бәтірдің қиналғанын көріп: сен әлі оңаймай тұр, заманы еткенде көріп алармыз, дейді. Бәтірлер йыламан күреске шықпа уақыт еткенде халық қорқады. Оның бір басын кессеңіз, шашыраған қанынан сау көлдің суы улы болма болады деп. Сол заманда өлі бәтір маслағат етеді досына: көлден арман етіп икон шұқыр қазайық. Сол ерге бір сұлу қызды шақырайық. Оны жұтпаға келген Азраил йыланның басын шауып, сосы қазылған шұқырға атармыз, дейді. Тірі бәтір қылышын құнынан шығарып әзірленгенде, ол оға өзінің қылышын береді. Бұл қылыштың күшімен, өткірлігімен теңлес жоқ. Мен оны әне ұшын дүниядан әкелгенмін. Сөйтіп, екі бәтір болып, бұлар өздері ойлаған ойларын етіп, икон шұқырға йыланның басын кесіп таслап, үстіне қара құмды қатырып ябадылар. Халық икон байрам етеді сүйініп. Бәтірлер болса патшаның қызын алып барадылар, бір кесекке тыншаяқ болып бір үйге кіреділер. Сонда тірі бәтір ятып келіп ұйқылайды. Өлі бәтірде ұйқы да жоқ, ашайт та жоқ, бір зат та жоқ. Бір заманда өлі бәтір тірі бәтірді тұрғызады. Көзін ашып қараса, алаяқ қызы аяқ бетінен терекке асқаққа ілулі. Бұ не зат? Деп тамаша етеді досы. Ол сені өлтірек болған еді, соның үшін мен оның басын қиямын. Ал ендігі сен, досым, ойла, яде мен, яде ол, деп сынамаға сүйеді досым. Тірі бәтірге сол сұлу қыздан айырылмаға бек қиын болса да, ол досын сайлайды. Мен сені көп қиынлықта сынадым. Сендей шынты дос аз болар. Шабаяқ болсаң басын, мен разы, дейді. Өлі бәтір болаяқ келін мен кедеге су бермеген болады. Аяғынан терекке іліп, көзлерін байлап, қыздың төмен бетке ләгәмінен су салып қояды. Оның да мәнесі болған екен. Қыздың ішінде икон йылан болған. Ол 2 күн су ішпей тұрған қыздың ішінен сусап шықшай алғасайды, төменде ләгенде суды көріп. Өлі бәтір сонда қыздың аузына шыққан улы йыланды шауып таслайды, айтады: алдыңғы бәтірлерді уыман өлтірген йылан, кет арғы дүнияға, деп. Сұлу қызға да бек жеңіл болады. Қызалақ бала заманда қырда ойнап жүргенде білмей йыланның жұмыртқасын жұтқан болады. Сөйтіп, бәрі бәле де артта қалады. Қыз банкеде бір-бірісін мұқаятта сүйіп, енді той етіп, татым әйел қорамыз деп тұрғанда, өлі бәтір жауаплайды: енді мен сіздің тойға да барып болмаймын. Маға яшауға еберілген 1 ел заман құтылды.
Мен өлікке яқынладым. Соға көре сізге нәсіп yorаймын. Енді мен қамырымда парақат жатаяқпын, деп жоқ болып кетеді. Әтірі бәтір болса икон патшалықта тақта отырып, халықтың сүйкілі, турашыл етікшісі болып яшап қалады. Білме айтпаған бұрында ата-бабаларымыз, еткен бір яқшы ісің мың болып қайтады деп. Міне сондай әлемет ертегі. Аяулы радио тыңдаушылар, сау болыңыз, тыңлағаныңызға аман тұрыңыз.